Баршаңызға сәлем. Бисмиллах деп тефтелей бастаймыз. Фаршқа күріш, пияз және де бір жұмыртқа, тұз салып, керегінше дәмдеуіштер, бұрыш саламыз, араластырамыз. Қолымызбен қатты мұжып ұрғылап тефтелейдің формасын келтіреміз. Кішкене май қойылған табада қызарғанша қуырып алып, қайнап тұрған суға саламыз. Осы кезде салмасын дайындаймыз. Пияз, помидор болгарскийді майға қуырып аламыз. Және де қайнап тұрған тефтелейімізге саламыз. 4 бұрышта етіп туралған картошка саламыз. Тефтелейіміз дайын. Баршаңызға ас болсын. Сіздермен болған Гүлшат.